иманометр дейміз ба, не дейміз, біреудің бар иманын өлшейтін, немесе бағанағы ықыласометр деген сияқты, оны ықыласын өлшейтін, ниетеметр деген сияқты бар, оны ниетін өлшейтін. Бізде ондай нәрсе жоқ. Мысалы, біреудің ыстығын өлшей аласыз, біреудің тағы басқасын өлшей аласыз, бірақ оның ниетін, ықыласын өлшей аласыз ба? Өлшей алмайсыз. Сіз сыртқы әрекетіне қарап, бауырым, қолыңды сәл төменде ұста деп, оның сыртқы әрекетіне дұрыс емес деп баға бере аласыз. Неге? Өйткені оның барлығы шариғатта баяндалған. Ал ішкі жан дүниесі ол Алланың сыры, ертең қияметте уахуссила ма фис судур, жүректегілер шығады деді. Енді өте ауыр аят бір жағынан қарасаңыз. Мысалы, қазір бәріміз керемет болып жүрміз. Алла тағаланың құзырына барған кезде ішкі жаман ниеттеріміз шығып жатса, адамдардың көзінше енді Алла тағала сеттер жасырушы, Алла тағала бұл дүниеде жасырғандай ақиретте жасырсын деп сұраймыз. Бірақ қанша адамдар бар, ертең қияметте масқара болатын. Адамдар керемет деп ойлап жүрген адам ертең қияметте масқара болып тұрса, бәрі айтады, ой, біз мына нормальный адам деп жүрсек, басымызға көтеріп жүрсек, мынаны әулие деп жүрсек, мынаны ұстаз деп жүрсек, тыңған біреу екен ғой дейтіндей халде болса, Алла тағала солай кейде адамдарды масқара етеді. Сол үшін де Алла тағаладан бұл дүниеде жасырғандай ақиретте жасыруын сұраймыз.